Айнұр, кешке үйге балдар келет. Не ғой, шай, пай, дастархан бәрін дайындай бере ма? Ойбай, ненің құрметіне? Өле, Айнұр, білесің ғой, Қанат деген ұлды болды ғой. Мен соның кіндік әкесі атандым ғой. Балдарды үйге шақырып қойдым, шайың дайындай бер. Басты қатырмай сол балдардың барлығын жинада Қанаттың үйіне барып тойлаңдар. И так-то үйде продукты жоқ кезде сенкі не құтырсың? Өле, Айнұр, мен уже балдарды шақырып қойдым ғой. Кішігірім болса да дастархан жай берші. Тамақ дастархан бәрін өзім көтеремін продуктыны. Как раз бүгін айлық түсті. Онда сол айлығыңды маған аударып жібер. Продуктын өзім алам. Болды, қарашы жерім, осы тұрғанда. Түсті ма? Я, түсті. Опа. Үйде свет өшіп қалды ғой. Енді үйде бір апта свет болмайды. Балдардың бәріне атмен жасады, үйге қайта отағасы. Жүр дегенде жүр, қал дегенде қал, басым ауырса